Әлем достар, сіздермен Ұзақбаев Бекжан. Мен бүгін қайда деп ойлайсыздар? Ауылдан мен өзімнің туған жеріме келіп отырмын. Мен де бір жаңа күшті влог шығайын деп жатыр. Соны көріңіздер. Мұшықтары жүр. Таза ауыл. Аяқта келіш. Тұрсын мұнау. Ұйқыдан тұрып итшек болып жүрмейді. Түсірем қызық-қызықты сәтті ауылда. Давайте. Мен ауылдың көшесін аралап жүрмін. Ауылда күн жанып кәдімгідей бар ғой. Балдармен қазір мен клубқа барамыз. Дом культураға жақты дайындаламыз. Походу концертке. Мені концерт қатысам. Көшесінде аралап таза ғой кәдімгідей. Айбай күн жанып кеткенде. Дұрыс сөйлер күтірейін бә. Мынау менің көршілерім. Мынау Мерей дейтін көршім. Мынау микрорайонның жігіті Арсен. Қазір бір бала келді. Киініп жатыр. Әли дейтін. Ол да менің көршім. Сол төртеміз бүгін жүреміз. Мінекей менің қасыма екінші көршім келді. Әли. Әли қараш. Әне қасына келіп тұрмын. Таныстыра кетейін. Мынау менің ойнаған газоным. Кезінде осы жақтан футбол ойнап жүрген. Так, мынау менің неше түрлі зат сатып алған, неше түрлі зат алған дүкенім. Мынау біздің кітапхана. Талай кітап оқыған, бірақ кітап оқыған жоқ. Оқыдым енді. Баяғыда, бірақ. Мынау міне біздің Алтай дейтін жерде дүниеге келдім мен. Таза ауыл ғой, мынау бар ғой. Яқта КамАЗда жүр, мен не істеп жүрген. Кәлөш. Менің кезіндегі достарым кішкентай еді, өсіп кетті. Бұл менің өкінішке қарай бұзауларым емес, көршімнің бұзаулары. Давай. Сөйтіп, бұл көршінің немінен бақадың. Мына балаң бұзаулары. Мені қора төзетті біріміз. Мына балаң өзі баққан қолымен. Қыздар нөмірлері керек болса, балалардың бәкілін нөмірі берем. Қараш, әне. Хаваласыңдар естіші. 2 hours later. Біз репетиция болып отыр, общем айтқанда. Көрініске қатысайын деп отырмын. Басталмай жатыр көрініске, общем 16 желтоқсан қатысайын деп отырмын. Біз қазір бөтен бір ауылға барып көрініс қоятын боламыз, спектакль қоямыз. 16 желтоқсан туралы. Біз қазір жарғамыз дейтін ауылға барамыз. Мына біздің ауылдың актерлары. Мен көрініс ойнайтын боламын сияқты. Дұрыс жерлерін түсіремін ғой сендерге. Ал, үй жаққа барып кейін алып тағы шығамыз. Көрші братан. Микрорайон жігіттері ғой, ол микрорайон дейтін біздің район. Мына деловой жігіт. Сияқты жігіттер кілең актерлар болады. Өзіміз дайындалып, кешке жарғамыз дейтін бір көрші ауылға барып концерт қойын деп тұрмыз. Сол. Мынау менің кезінде көрген телевизорым ғой. Талай нәрсе көрген. Кино, мультик. Менің жататын төсегім. Жиналмаған әлі. Ұйқыдан тұрған жиналмай кетіп қалған ғой. Осы менің төсек, осы таяқтайым. Біздер өз кетейін деп жатырық. Біз қазір кетеміз. Мынау машина біздің мінетін. Мынау бала бәріміз концерт қойып кетіп жатырық. Ал қасқа қырсын. Достар, мен уже келдім жарғамыз дейтін ауылға. Шай ішіп, бір үйден шығып бәтірік. Үйден шай ішіп бәтірік. Ой, торт пен шай әдемі кетті ғой. Студенттерге бұндай қуаныш әрине. Сәймат бар ғой. Приколдар жазылмау. Мана, вообще дастарханда дерзкі приколдар кетті. Базар жоқ. Енді біз клубқа барып, дом культураға барып концерт қоямыз. Достар, мен өз дайындықтамын. Мынау қараш, мынау ұзын еді. Мынау қате емес ба? Че, нормально, базар жоқ. Күшті. Біз өз дайындықтамыз. Мен өз образға кіріп дайындалып отырмын. Мен андай соғыстағы әскер ма? Сондай бірдеңе. Әншіміз. Жалпы дайындық нормально. Бас! Образға дұрыстап көру керек. Мен болашақ актер болғандықтан. Жарғамыз дейтін өте киелі тұлғаларға бай, тобға жарамаған Бетіп Сәрі Жембаев
және де атақты әнші Нұрболат Абдуллин осы Жарқамыс дейтін ауылда дүниеге келген. Біздің Нұрболат ағамыз. Осы жақтан дүниеге келген, соның туған ауылында жүрік. Концертке келіп қалдық. Сәттілік. Елбасым өзің барлық халықтың қалауы. Қазақстанды әлемге айқын танытты, Азияда да біздің жақты алауы. Мемлекетпіз жаңарып қайта. Өлең оқитын осы бізде өлең оқиды. Әрбір күніміз шын менен дастан. Аздырып. Шәкәрім, абай көрсеткен шарапымен нық басқан еліміз. Концертіміз аяқталды, жақсы деңгейде әйтеуір өтіп шықтық. Дұрыс айтады. Образға кіру білмейді. Кешіріңіздер. Осы ауылға барамыз. Біреуден шай ішіп жейміз. Рахметімізді айтамыз. Ауылға барамыз. Сосын бұл уақытта мен 2 күн түсіремін. Ертеңді жалғастыратын боламын. Өйткені ауылдың әлі бітпейтін қызықтары көп. Мал жайлау, анау мынау, қой, сиыр дегендей. Күтесіңдер ғой, жандарым. 2 hours later. Сәлем достар, тағы да сәлем. Мен бүгін ауылда 2-ші күнім. Ұйқымдан жаңа тұрып, түнде ғана концерттен келдік. Жақсы концерт болып, әйтеуір қатысып спектакль қойып қайттық. Түрме досыма мәмеме қойыңдар, мен ұйқылы осы ой тұрып меқлан. Дуэлтке шығып батқан адамын ғой. Әдеттегідей аяқта галеш, шортик, амаш. Сондай ош. Яқта заброшкалар бар. Бүгін тағы да қылырыз, тағы да. Достар, осылай ғана қой келді. Қойлар. Осылай қой келіп, мал жайлап сөйтіп жатырмын. Ауылда шаруа көп істейтін бәле. Ауылға келіңдер. Біздің ауылда андай баянча бар да. Апа, бөтен бар ма деп сұрайсың. Жоқ дейді. Ассалаумағалейкум. Ата, бөтен бар ма? Ба. Әлке. Жоқ қой. Біздің ауылға келетін болсаңдар, ана жерде жиекте аққұм дейтін құм бар, тау сияқты типа сахара сияқты, мына барсаңдар көресіңдер. Аққұм бауыр қуат, мына закат дейді жатыр. Мына закат. Мен болсам бөтен қой іздеп жүрмін. Бір қызыл қой мен қара қойым жоқ. Соны іздеп жүрмін. Сол енді. Достар, мен де бүгін 3-ші күн ауылдамын. Бүгін тағы обедкені ұйықтап, енді өзімнің қастастарыма барайын деп жатырмын. Күн жақсы, бірақ ондай қатты ыстық емес. Күн бұлттанып тұр. Енді ертең қалаға жүрем. Таңертең. Достар, менің осымен влогым аяқталды. Ертең уже қалаға жүрем. Сабақ, сессия, аттестация, анау мынау. Сонымен демалысым аяқталды ауылдағы. Таңертең қала бұйырса. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен инстаграмыма, ВК-ма тіркеліп кетіңіздер. Ауылға келіңіздер. Ауыл деген рахат. Давайте.